Бүгін біз күн сайын өзекті бола түскен технологиялық қатер дипфейктер жайлы сөз қозғаймыз. Шындықты әп-сәтте өзгертіп жіберетін ғажайып эффект. Алайда ақиқатты жалғаннан қалай ажырата аламыз? Қане бірге түсініп көрейік. Негізі дипфейкті тану оңай, бастысы асықпай видеоны мұқият қарау керек. Жалған мен шындықты ажырату үшін нақты неге мән берген дұрыс? Біз жасанды интеллекттің қыр-сырын жетік меңгерген ақпараттық қауіпсіздік маманынан сұрадық. Есть у нас, получается... Бізде міне салыстырмалы түрде жақында шыққан мына видео бар. Ешқандай арнайы қолданбаларсыз бұл видеоны жай қарағанда қандай нәрсе күдік тудыруы мүмкін. Қолдың қимылына назар аударыңыз. Сондай-ақ костюмның мына бөлігіне назар аударыңыз. Екінші мәселе. Бұл алдағы 6 ай 1 жылда өзекті болады деп ойлаймын. Дипфейктерде жасанды видеоларда көбінесе айғайлап сөйлейді. Себебі адам ашуланғанда оның дауысы өзгереді. Ал ашулы дауыстың артына артефактілерді жасыруға болады. Если вы единоразово разрешите людям снять хотя бы 50%. Дауыстың синтезделгенін, яғни жасанды екен жасыру үшін осылай жасайды. Көбінесе спектрлік талдауда әдетте дауыс 80-160 Гц аралығында болса, кейбір сәттерде ол 240-қа секіріп кетеді. Мұны адам өз дауысымен жасауы мүмкін емес. Неге екенін түсіндірейін. Адам жоғарырақ дауыспен сөйлей алады, бірақ қалыпты дауысқа қайта оралу үшін оған белгілі уақыт керек болады. Ал нейрожелілер үшін мұны жасауға миллисекундтар қажет. Жалпы интернетте президенттен бастап депутат, министр, вице-министр, әкімдердің бет-бейнесімен дауысы бұрмаланған дипфейк өте көп. Мемлекеттік қызметкерлердің айтпағанын айтты, істемегенін істеді деп көрсету халық арасында дүрбелең туғызып, түбі саяси шиеленіске ұласуы мүмкін. Шенеуніктердің атынан жалған бұйрық тарау қаупі бар. Бұл тіпті ұлттық қауіпсіздігімізге қауіпті. Ең қиыны халық ештеңеге сенбейтін жағдайға жетсе ше. Бұндай әрекеттер өте көп, тіпті менің өзімнің жеке басымда да кездеседі. Мынау фотошоп дейді ғой, сонымен бір суреттерді қойып, өтірік JSN жазып, ал енді оған үлкен адамдар көбінесе алданып жатады. Ауылдағы апата, әжелеріміз алданып жатады мысалға. Енді мен өзімнің басымнан өткен сол арыз жазам, бұлар не істейді? Өкінішке қарай таба алмайды. Себебі олар Instagram аккаунтты өзгертіп отырады. Біреудің бет-әлпетін қолдану арқылы аузына басқа біреудің сөзін салып қойып, халықтан қазіргі таңда ақша жинау мәселелерінде көріп отырсыздар, немесе бір белгілі бір іс-әрекеттерге шақыру бойынша сондай ақпараттардың таралып жатқанын көріп отырсыздар. Бұл бойынша біз полиция департаменті немесе ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінің құзыретіндегі дүние, бұл олармен жақсылап күресу керек. Бұл тарапта парламент қабырғасында заңнамаларды қатаң күшейтуге қазір жұмыс істейміз. Gemini и так далее, то есть всякие разные, да, которые умеют. Сонымен қатар пиксельдік анализ деген ұғым бар. Егер біз видеоны мұқият қарасақ, онда пиксельдік деңгейде қандай да бір артефактілер көріне бастайды, кей жерлері бұзыла бастайды. Барлық нейрожелілерде Sora, Stable Diffusion, Copilot, Gemini және видео-фото генерациялайтын басқа да қосымшалардың өздеріне тән артефактілері болады. Себебі олар әртүрлі датасеттерде оқытылған. Датасет бұл мәліметтер жиынтығы. Оған видео, фото, түрлі материалдар жүктелген. Сол себепті әрқайсында белгілі бір артефактілер пайда болады. Қазір мен сіздерге ескі дипфейкті көрсетем. Бұл жерде Илон Маск бірдеңе сатып жатқан сияқты. Мұнда неге бәрі қатты байқалып тұр? Бұл технология липсинг деп аталады. Бұл видеода расымен Илон Масктың өзі, бірақ ол басқа сөздер айтқан. Сол себепті дауысқа сәйкес болу үшін ерін қимылын синхрондау липсинг жасалған. 99% сенімділікпен айтуға болады. Бұл липсинг. Мұнда жылулық картасы бар. Одан пиксель деңгейінде синтез ықтималдығы қай жерде болып жатқанын көруге болады. Дауыс талдауы бойынша қарасақ, ол 99% күдік тудырады. Шимер, шулар, дауыстың табиғилықтан ауытқуы байқалады. Маман жалған видеоны ажырату жолдарын түсіндіруге тырысты, бірақ фейк видео фотомен шектелмейді. Алаяқтар жалған құжат та жасайды. Олар полицей, ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкері, банк өкілі ретінде жеке куәлік немесе қандай да бір анықтама қағаз көрсетеді. Маманның айтуынша құжатты ажырату қиын. У нас есть такое понятие, как тепловая. Жасанды түрде жасалған құжаттар, куәліктер және тағы басқалары бар. Мұны жай көзбен анықтау өте қиын. Яғни бұл жерде бәрі дұрыс жасалғандай болып көрінеді. Фото да бар. Мұндай жағдайда әріптерге, мәтінге назар аудару керек. Нейрожелі әріптерде артефактілерді қалдыру жақсы көреді. Ол әріптерді өте сирек дұрыс жазады. Кейде 10 сөзді дұрыс жазып, бір сөзде қателесуі мүмкін. Көріп отырғандарыңыздай қолдан құрастырылған шындыққа сеніп қалу оңай заманда өмір сүріп жатырмыз. Бұрын көзбен көргенге сенуге болатын еді, ал қазір шындықты тану өз алдына қажет дағды. Жасанды интеллект тек жаңа мүмкіндік қана емес, сонымен қатар үлкен қатер.
Сондықтан әр ақпаратқа сын көзқараспен қарауды үйрену маңызды.